Сабақ тақырыбы адамның тыныс алу мүшелерінің аурулары және олардың алдын алу. Дамыған елдерде өлім-жітім себептерінің бірінші орында жүрек қан тамырлар аурулары, екінші орында онкологиялық аурулар алады. Онкологиялық аурулардың ішінде өкпе обыры бірінші орында тұр. Өкпе обырының негізгі себептері темекі шегу, радиоактивті заттардың өкпеге енуі, автокөліктен шыққан зиянды заттармен тыныс алу, зиянды өндіріс қалдықтарының ауадан өкпеге түсуі. 20 жыл бұрын жалпы бұл қауіпті аурумен негізінен ер адамдар ауырған. Ал қазіргі кезде әр 10 жыл сайын бұл ауру әйелдер арасында 10%-ға артып отыр. Алдын алу ережелері: темекі шекпеу, темекі түтіні бар үй-жайда болмау, магистралды жолдан алыс жерде жаяу жүру, зиянды немесе радиоактивті шығынды тасталған жерден аулақ жүру, толыққанды тамақтану, спортпен айналысу, уақытылы дәрігерге қаралу. Бронхы демікпесі бронхылардың күрт тарылуынан байқалатын созылмалы қабыну. Бұл аурудың сырттай белгілері тоқтамай жөтелу, кейде тұншығып қалу. Мына суретке зер салып қарайтын болсақ, бірінші суретте қалыпты жағдайда дені сау адамның бронхы жолы, екінші суретте бронхы демікпесімен ауыратын науқастың бронхы жолы, үшінші суретте осы науқастың ұстама кезіндегі суреті бейнеленген. Ұстама себептері өткір иіс, ауада шаң-тозаң болуы, жануар жіні, жұқпалы аурулар, күйзеліс, аллергия тудыратын заттар, ауыр дене жүктемесі, атмосфералық қысымның күрт ауытқуы. Алдын алу шаралары: тітіркендіргіштер әсерінен қашу, ағзаны шынықтыру, үйді таза ұстау, медициналық тексерістен өту. Бронхит ауру тудыратын микроағзалардың әсерінен бронхының қабынуы. Бронхит кезінде адам жөтеледі, ол көбінесе суық тию және респираторлық аурулардың салдарынан туындайды. Тұмау ауа тамшы жолымен тыныс алу мүшелері арқылы берілетін вирустық жұқпалы ауру. Тұмау көбінесе жоғары тыныс алу жолдары жұмысының бұзылуынан, жалпы ағзаның әлсіреуінен, ағзаның улануынан байқалады. Мұндай инфекциялар кешенді сипатқа ие, вирустың қауіптілігі олар тез көбейеді. Инфекцияның алдын алу үшін дәке таңғыш, әртүрлі дәрі-дәрмектер, салауатты өмір салтын ұстану, ағзаны шынықтыру, жеке бас гигиена ережелерін сақтау және ауру өшіп тұрған кезде көп адам жиналатын орындарға бармаған жөн. Туберкулез таяқшасы тудыратын өкпе ауруы. Туберкулез кезінде ағза әлсірейді. Ең басты сатысында адамда әлсіздік, салмақ жоғалту, тәбет болмау, түнде терлеу белгілері байқалады. Кештеу сатысында адам жөтеледі. Бактерия туберкулез таяқшасы қараңғы ылғал жерде 3 айға дейін тіршілігін сақтайды. Сондықтан бөлмелерде ылғал шүберекпен сүрту, желдету керек, кілем төсек орынды күнге жайып алу қажет. Енді оқу тапсырмасы. Кестеде берілген аурулардың негізгі себептері, белгілері және алдын алу шараларын сипаттап жазыңыздар. Сіздермен болған мен Рауа Болатбекқызы, келесі кездескенше.